Армысыздар ардақты ағайын. Сіздермен анам, әжем және мен бағдарламасы. Біз Құйма ауылының Сейітқалиевтар әулетіндеміз. Бүгінгі бағдарламамыз қазағымыздың рухани, ұлттық құндылықтары мен салт дәстүрлерін ұрпақтарының бойына сіңіріп келе жатқан қамқорлық ұйымының мүшесі Орынтай әжеміз жайлы болмақ. Сәлеметсіздер ме? Міне сіздердің ауылдарыңызға да жетіп қалыппыз. Саламатты. Айым, сен маған өз отбасыңды таныстырып өтші. Менің атым Айым, мен бестемін. Менде бар үйде ата, әже, ана, екеуі бар апа, Альбина, Алалым. Қандай керемет. Барлық қыз немерелеріңіз екен ғой. Ал сіздің жаңа үйіңізге кіріп келсем, үйіңізде қаншама қазақтың қолөнер бұйымдарына толып тұр. Қарасам көзім қуанып отыр. Өзіңіздің жасаған қолөнеріңіз туралы маған кішкене айтып өтіңізші. Иә, балам, айтайын. Бұл қолөнердің барлығы өзімнің шешемнен үйренгенім. Енді мінеки осы немереммен келініме үйретіп жатырмын. Соның ішінде мінеки мен өзімнің ойлап тіккенім мынау шелпекке жабатын. Өйткені орамал жапқанда шелпектің асты май болып қала беретін болғасын, мынаның астына мынандай салапан салып, өзіміздің ұлттық қошқар мүйіз оюын салып, осылай ақтан тіктім. Қандай керемет зат. Жақсы ойластырмын. Сосын барып мінеки, айта білейін бе? Сосын барып мынау алтыбақан, бұл да ұлттық не ғой енді өзіміздің. Мынаны мен үлкен немереммен екеуміз бірігіп отырып істедік міне. Қаншама көмектесті. Сосын мынау төрт төшекше дейді мінеки. Мынандай ұзын төшекше, мынау оюымен, құрақпен істелінген. Бұнда мынандай екі жастығы бар. Міне осылай төрт төшекшеде осылай келген қонақтарға қисайып, шынтағының астына салып жататын жастық тіктім. Сосын мінеки айым маған мені алып беріп жүрші арбаны. Міне мынандай арба тіктім. Арба дорба деп айтады. Бұл бала нәресте туғанда, қырқына шығғанда шілдеханасына ішіне өзінің бұйымтайларын салып, бетін жауып, осылай апарады. Қандай керемет, әдемі зат. Керемет ойлап табылған зат. Енді бұдан да басқа қолөнерлер жетеді. Мына немерелеріммен, келініммен бірге отырып істейтіндеріміз. Жарайсыздар, қандай керемет отбасы. Ал енді сіз қазақтың ұлттық тағамдарына қалай қарайсыз? Қазақтың өзіміздің ұлттық тағамдарында оны біз өте жақсы көреміз. Наурызда дастархан жайып, отбасымен бәріміз бірге отырып қазақтың тағамдарын істейміз. Соның ішінде ерекшесі енді үйде күн сайын өзіміздің дастарханымызда тұратын мынау қазақтың ұлттық тағамы жент, ірімшік, құрт, бауырсақ, бұлар енді өзімізде дастарханымызда болады. Енді қазір мен сіздерге мен айтып отырайын, келінім мен немерем сізге бір жент жасап берсін деймін, е? Жақсы болады, мінеки, мынау маман алып бар. Мынау мінеки бидай қортылған, жерменен өткізілген бірінші соны қосасыңдар. Одан кейін мінеки ірімшік, сары ірімшік, сүттен қайнатылған, соны араластырасыңдар, жақсылап тұрып араластырасыңдар. Енді соның үстіне қантты қосамыз, қантпен араластырамыз, барлығысын жақсылап әдемелеп. Қант сала ғой балам. Қант саласын, барлығысын араластырғаннан кейін үстіне мынау сары етілген майды қосамыз. Ал енді айым мынау қонағымызға, тәтемізге дастарханға шақырып тәтті шай ішсін деп. Ас болсын. Ой, қандай керемет, рахмет.